Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 48-ші беттегі My Country Living Things тақырыбы бойынша жаттығу жұмыстарын жасайтын боламыз. Менің елім Living Things тірі заттар, я. I can talk about animals. Мен жануарлар туралы айта аламын дейді. Animals quiz, жануарлар куизі, я. Енді мына жердегі біздерге берілген тест сұрақтар бар екен, соларды оқиық. Which animal is on the flag of Kazakhstan? A. Бия, B. Eagle, C. Horse. Так, бұл жерде Қазақстан туында қандай жануар бейнеленген дейді. Қандай жануар бейнеленген? B. Eagle. The green monitor lizard is one of the biggest lizards in the world. How big is it? Сұр мониторлы кесіртке, сұр түсті. Әлемдегі ең үлкен кесірткелердің бірі дейді, ол қаншалықты үлкен дейді. A, 2 метр екен. 3. What are the most popular pets in Kazakhstan? Қазақстандағы ең танымал үй жануары қандай дейді. C. Cats, мысықтар екен. How many legs does a karakurt spider have? 4. Қарақұрт өрмекшінің неше аяғы бар? C. 8 аяғы бар. 5. The snow leopard is one of the most beautiful animals. There are only about 8,000 snow leopards in the world. Where do they live? Манағы қар барысы дейді, леопард, ең әдемі жануарлардың бірі. Дүние жүзіндегі бар болғаны 8,000-ға жуық барыс бар екен. Олар қайда тұрады дейді. A. In the mountain, тауда тұрады екен. Next, camels are called sheep of the desert. How long can they survive without water? Түйелерді дейді, шөл кемелері деп атайды дейді. Олар сусыз қанша уақыт өмір сүре алады? 6. C жауабы 6 ай бойы жүре алады екен сусыз. Which animal is smaller than a fox but more dangerous? Қай жануар түлкіден кіші дейді, бірақ қауіптірек дейді. 7. B. Snake, жылан екен. The male Caspian seal is bigger and heavier than the female. How much does it weigh? Так, 7-де 8-ші сұрақ бойынша Каспий итбалығының аталығы аналығына қарағанда салмағы ауыр дейді. Оның салмағы қанша деп ойлайсыз дейді, я? C. About 90 килограмм, 90 килограмм дейді. 9. Who had a horse called Тайбурул? Кімнің Тайбурулы аты жылқысы бар еді дейді. Кімнің Тайбурул деген атының жылқысы ол Қобыланды батыр дейді. Так, енді мына жерде exercise 1. Check the meaning of the words, then do the quiz. Мына жердегі сөздердің мағынасын түсініп оқыңыздар дейді. Мен сіздерге осылай көрсеттім. Camel, түйе, eagle, бүркіт, horse, жылқы, sheep, қой, dog, ит, wolf, қасқыр, cat, мысық, бия, аю, leopard, леопард, немесе қар барысы, snake, жылан, spider, өрмекші, fox, түлкі, lizard, кесіртке, seal, итбалық. Осыларды дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар да болады. Next exercise 2. Listen and check your answers to the quiz in exercise 1. Мына жердегіні тыңдап, жауаптарын жазыңыздар деді ғой, мен сіздерге айтып өттім оны. 1 мен 2 ойынша. Так, 3. Complete the table with the words in blue in the quiz. How do we form comparative and superlative adjectives дейді. Так, бұл жерде викторинадағы мына кестенің ішіндегі көкпен, мына жердегі көкпен жазылған сөздерді толықтырыңыз дейді, я, кестеде. Қалай толықтырамыз? Салыстырмалы және күшейтпелі шырайда толықтырамыз екен. Мынау қысқа short adjectives дегеніміз қысқа сын есімдер. Comparative салыстырмалы, superlative күшейтпелі. Adjective plus er салыстырмалы шырайда сын есімге соңында er жалғауы жалғанады. Күшейтпелі шырайда бірінші the деп бастаймыз, содан кейін барып сын есімге est жалғанады. Мысалы, the smallest
өте кішкентай дегенде. Long adjectives ұзақ сөздер, ұзақ сөзді сын есімдер. Салыстырмалы шырайда мана ұзақ сөзді сын есімдердің алдына мо қойылады. Содан кейін барып сын есім қойылады екен. Күшейтпелі ұзақ сөзді сын есімдерде the most қойылады. Содан кейін барып сын есім қойылады. Енді мына жердегі қойылатын сөздерді қарайық. Big, bigger, the biggest. Екінші. Small, кішкентай. Small, кішкентайлау. The smallest, өте кішкентай. Small, үшінші. Heavy, heavier, the heaviest. Төртінші, heavier дегеніміз. Енді мына long adjective, ұзақ сөзді сын есімдерге қарайық. Popular, more popular. Жаңа біз не дедік мына жерде? Мына кестеде көрсетілгендей the most қоямыз. Содан кейін барып ұзақ сөзді сын есімді қоямыз. The most popular болады мына жердегідей. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Dangerous, more dangerous, the most dangerous болады екен. Енді мына жерде қараңыздар. We from the comparative of short adjectives by adding er and the superlative by adding est. Жаңа сіздерге айтып кеттім ғой, сол ғой. Салыстырмалы сын есімде сын есімнің соңына er қолданамыз. Күшейтпелі сын есімнің соңында est қолданамыз. Next exercise for choose the correct words. Керекті сын есімдерді қойыңыздар деген біз. A camel is the fastest or faster than a wolf. Faster. Second, the salmon-mouse spider is smaller or the smallest spider in the world. The smallest. Third, horses are more intelligent or the most intelligent than sheep. More intelligent. Fourth, a cat is smaller than or more a leopard than. Fifth, what is a or the most dangerous animal in the world? The. Exercise 5. Бесінші жаттығу бойынша working pairs complete the question with these words. Мына жердегі сұрақтарды керегінше сәйкестендіріп қоюымыз керек. The first, what is your favorite animal? Сіздің сүйікті жануарыңыз қандай? Second, how many legs does a wolf have? Қасқырдың аяғы көп, қанша аяғы бар дейді. Third, үшінші, which animal is the sheep of the desert? Қандай жануар манағы шөл кемесі деп аталады. Fourth, where do Caspian seas live? Каспийде итбалықтар өмір сүре ме дейді. Fifth, how much does a spider weigh? Манағы ненің өрмекшілердің салмағы қанша болады дейді. Six, who looks after sheep? Кім манағыдай қойға кім қарайды дейді, я? How heavy is a bear? Аю қаншалықты ауыр болады дейді, салмағы қанша дейді. Exercise 6. Working groups choose one of the animals in exercise 1 and prepare a quiz about it. Use the questions below to help you. Топтық жұмыс дейді, яғни бірінші жаттығудағы жануарлардың біреуін таңдап, сол туралы сұрақ жауап дайындауларыңыз керек. Сосын бір-бірлеріңізге сұрақ қоюларыңыз керек. Яғни мына жердегі сұрақтарды алуға болады екен. Сіздерге мынандай вариант көрсеттім. Which animal is a symbol of medicine? Бұл жерде жауабы snake. Қай жануар медицинаның белгісі дейді, жылан болады. Second, what are the most popular pets in Kazakhstan? Қандай жануар Қазақстандағы ең үйдегі жануарлардың бірі болады дейді. Dog. Мына жерде жауабы ит болады. 3. What is the desert resistant animal? Манағыдай шөлге төзімді жануарлардың бірі деген. Camel, түйе. 4. Which animal is considered to be the human's best friend?
Төртінші, қай жануар адамдардың ең жақын досы болып саналады дейді, иә? Dog, ит болады. What kind of animal is German Shepherd? Неміс манағы шопаны қандай жануар дейді? Sheep, қой екен. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.